Сәлеметсіздер ме балаларым? Hello children. Let's start our lesson. Сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы үш өлшемді модельдер. Сабағымыздың мақсаты нысандар мен оқиғалардың үшті моделін құру. Бағалау критерийлері үшті модельдің түсінігін білеміз және де 2D үшті модель түрлерін ажырата алатын боламыз. Сабағымыздың барысында мынандай сөздермен танысамыз. Модель, model, модельдеу, modeling, графика, graphic, объект, object. Объект дегеніміз зат, оқиға, процесс, табиғат құбылысы. Модель нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде көрсету. Үшті модельдеу объектінің өлшемді моделін құру процесі. Үшті модельдеудің негізгі міндеті кез келген объектінің көлемді бейнесін жасау. Үшті редактор дегеніміз үш өлшемді модельдеу, анимациялау және визуализациялауға арналған программалық орта. Балалар, енді жалпы сендерге 2D, 3D деген сөздердің қалай шыққанын айтайын. 2D дегенімізді қалай түсінеміз? 2D дегеніміз, яғни екі өлшемді. D деген сөзіміз dimension. Ағылшын тілінен аударғанда мөлшер немесе мөлшер және де өлшем деп айтсақ болады екен. Яғни 2D дегеніміз екі өлшемді, 3D деген үш өлшемдіні білдіреді. Екі өлшемді сөзді түсіну үшін бізге бір қағазға бір текшенің суретін салып көрейік. Ол суретті салған кезімізде бізде мынандай түрде болады. Бұл жерде ұзындығы мен енін ескере отырып, мынандай текшенің суретін сала аламыз. Басқа қырынан көру үшін, былай, мысалы алдыңғы жағынан көру үшін мен текшені қайтадан салуым керек болады. Яғни, екі өлшемді суретті салу үшін мен басқа жақтарын көру үшін қайтадан суретті сала береді екенмін. Ал 3D өлшемді біз объектіні моделін алу үшін біз ол жерде өзіміз құрастырады екенбіз. Мысалы, мына текшенің мен кез келген қырынан көре аламын. Яғни, бұл жерде текшенің тек қана, мысалы, текшенің тек қана бір жағынан ғана емес, ол текшенің мен кез келген қырынан көре алады екенмін. Биіктігі, ені және тереңдігі де ескеріледі. Міне. Сондықтан да бұндай модельдерді үшті модель деп атаймыз. Енді үшті модельде жалпы 2D модельге қарағанда жұмыс істеу кеңістігі басқаша болып келеді. Жаңа айтып өткендей биіктігі мен ені ғана емес, тереңдігі де еске алынады екен. Үшті графикасы үш өлшемді фигуралар кескінін сызуға арналған. Жаңа мен айтып өткендей 2D-да біз сурет салатын болсақ, ал үш өлшемді модельде біз ол жерде объектінің біз құрастырамыз. Ол жерде құрастырамыз деген сөзді пайдаланады екенбіз. Өйткені ол жерде бір рет жасалған модельдерге өзгерістерді енгізуге, толықтыру жасауға, түрлі нысандардың визуалды ортада кескінін мүмкіндігінше шынайы бейнесін көруге болады екен. Енді үшті модельдеуді көптеген салаларда қазір пайдаланады. Кино жүйесінде, мультипликацияда, жарнамалық роликтерде және де ойын түрлерінде, презентацияларда, сәулет өнерінде де, инженерияда және тағы басқа салаларда көптеген салаларда қолданады екен. Мысалы, біз екі өлшемді XY оси бойында салатын болсақ, ал үшті моделін біз XY-Z оси бойында координаталар, декарта координатада біз пайдаланады, құрастырады екенбіз. Енді, балалар, сендерге осы үшті модельдеуін тағы да қандай салаларда пайдаланады екенімізді бір көрейік. Үшті модельдеу қандай салаларда қолданылады? Үшті модельдеу
көптеген салаларда қолданылады. Мысалы, ойын индустриясында, виртуалдық мұражайларда, құрылыста, теледидарда, дизайн студиясында, жарнамаларда, полиграфияда, өндірістерде, 3D модельдеу үшін қандай бағдарламалар қолданамыз? 3D өлшемді модельдеу үшін келесі бағдарламаларды қолданамыз. Punch Home Design, SketchUp, Archon, AutoCAD, 3ds Max. 3 өлшемді бейнелерді модельдеу үшін қандай қадамдарды орындай білу қажет? Модельдеу, 3 өлшемді объектіні құру. Бояу, модельге суреттерді, текстураларды қию, материалдың қасиеттерін ретке келтіру. Жарықтандыру, жарық көздерін орнату және баптау. Түсіру, сахнада түсіру нүктесін таңдау. Рендеринг, шынайы бейнені құру. Бүгінгі таңда технология тез қарқынмен дамып келеді. 3D графика, 3D принтер және тағы да басқа. 3 өлшемді графиканы құрып қана қоймай, оны 3D принтер көмегімен қағазға басып шығаруға болады. Енді, балалар, осы берілген ақпараттар бойынша тапсырма орындайық. Сендерге бүгін берілетін тапсырма мынандай. Бірінші тапсырмада бағандарды толтырамыз. Яғни, бірінші бағанда модельдеу қадамдары және де 3D редакторларын өзіміз дәптерге жазамыз. Дескрипторге мән береміз. Бірінші бағанда модельдеу қадамдарын жазамыз. Екінші 3D редакторларын жазып шығамыз. Екінші тапсырма. Venn диаграммасымен жұмыс жасаймыз. 2D және 3D модельдерінің ұқсастығы мен айырмашылықтарын жазамыз. Дескрипторге мұқият боламыз. 2D моделінің ерекшелігін жазамыз. 3D моделінің ерекшелігін жазамыз. Және де 2D, 3D модельдерінің ұқсастығын жазамыз. Сұрақтар. Мына сұрақтарға жауап беруге тырысыңдар. 2D графика дегеніміз не? Қолмен сурет салу және де 2D графикамен салудың артықшылығы бар ма? 3D графика дегеніміз не? 2D және 3D графикаға арналған қандай программаларды білесіңдер? Үйге тапсырма. 3 өлшемді модельдерді құру үшін 3D редакторы SketchUp бағдарламасы жайында біліп келеміз. Балалар, келесі сабақта біз SketchUp бағдарламасымен жұмыс жасайтын боламыз. Сондықтан SketchUp бағдарламасы туралы көбірек ақпарат біліп келуге тырысамыз. Енді бүгінгі сабақ бойынша мынандай ресурстарды пайдаландық және де өздеріңге ашып көрсеңдер, сол жерден ақпарат алсаңдар да болады. Опик KZ кітапханасы, 7 сынып Атамұра баспасы, 5-1 параграф, 135 пен 139 бет аралығы. Және де youtube.com сайтынан мына ссылка бойынша ашып көрсеңдер де болады. Рахмет, сау болыңдар.